Осы жерге келіп уағыз айтқан. Жиі келіп тұр. Кім Абдулла Масғудты бір күні ертіп келе жатып, жолда қалдырады. Сен енді ары қарай бармай-ақ қой. Бірақ сен осы жерде бол, бірақ дейді, жындар тиіп кетпес үшін сызда былай. Ашық жер қалып кетпесін дейді. Сөйтіп сызып тұрған кезінде ақшамның ба уақыты дейді, пайғамбарымыз кетіп қалады. Пайғамбарымыз мына жаққа келіп уағызды бастағанда, ана шындар дейді пайғамбарымызға қарай ұшып атқанын көреді ғой. Топ-топ болып ұшып атқан. Жан таласып атқан. Осы нәрсені хадистен естігенде таңғалғаным, мен анам Орал облысынікі да Батыс Қазақстан. Кішкентай кезінде ана ауыл жерде тұрады, отделение дейді ғой, Мидайдалада. Жындар көп екен. Үйден сыртын күнде анасы балаларға кезек-кезек, бүгін сен ертең сен сызғызады екен. Сызғызып, ашық жер қалып кетпесін дейді. Мынандай бір-біріне тимей қалған жер болса, сол жерді тауып алып жылан кіріп кетеді дейді үйге. Сөйтсе пайғамбарымыз хадисте айтқан, көбінесе үйлерге жындар жылан болып кіреді деген. Сөйтсе ана сызық қою жыландарға есік жауып қояды екен ғой. Сонда пайғамбарымыз Абдулла Масғудқа айтқан екен, сыз арада ашық жер қалып кетпесін деген. Сонда оны не деп сызады? Бисмилля деп сызады. Бисмилля деп сызғанда жындар кіре алмайды екен, ана бір қорған болып пайда болады екен. Ана хадисті естігенде таң қалдым. Анам айтатын, именно менің кезегімде ұмытып кетемін сызуға. Сол күні обязательно таңертең жылан пайда болады үйде. Аяғымда оратылып атады, тағы бірден болады. Анасы ақындап көсеумен алады екен де, үстіне айран құйып, сүт құйып, ақтайып шарп тастайды екен. Сөйтсе жындар екен үйге жын болып кіретін, ана жылан болып кіретін. Сонда Абдулла Масғудты пайғамбарымыз текке ертпеді. Жындарға уағыз айтқандығын басқа адамдарға бізге жеткізу үшін ертіп келгенде көрсін деп. Сонда осы жерге келіп уағыз айтқан екен жындарға. Пайғамбарымыз осы жерге жындарға уағыз айтқан жер. Түсінікті ме? Сон кейіннен ескерткіш ретінде жын мешіті деп аталады мынау мешіт.